Құрметті партнер, қазір мен сізге жалпы бұл жерде қалай жұмыс жасау керек және жалпы бизнестің мәнін түсіндіріп өтемін қысқаша түрде. Сіз директор званиесіне қалай жетесіз және қалай ол үшін не істеу керек, соның барлығын айтып беремін. Бізде компанияға тіркелгеннен кейін сіздің мақсатыңыз ол директор званиесі болып табылады. Директор званиесі 23%. Яғни 23%-дық сіз кандидат на директора боласыз, яғни ашқан сәтте сосын осы дәрежені 8 каталог бойына ұстап бекіткеннен кейін сізге директор деген звание беріледі. Енді директор званиесі дегеніміздің тауар айналымы, шамамен 3000 бонус балл болуы тиіс. Бұл командалық тауар айналым. Яғни сіз жалғыз өзіңіз ғана емес, сіз командамен бірге отырып, бірлесе жұмыс атқара отырып, осындай ауқымды жұмыс жасауыңыз тиіс. 3000 бонус балл дегеніміз шамамен 50 адам, 60 адам, 50 адам емес, 60 адам шамамен 50 бонус балдан тапсырыс қойды деген сөз. 60 адамды 50-ге көбейткен кезде сізде 3000 бонус балл шығатынын түсініп отырған шығарсыз, Енді команданы сіз қалай құрасыз? Сіз келдіңіз, сіз новичоксыз, әлі ештеңе түсінбейсіз, емден үйренуге кірісіп жатырсыз. Міне сізді наставнигіңіз командасына тіркеді. Бұл сіз. Сізді тіркеді, сізден кейін сіз бірден заказ қойдыңыз, активациялық заказ, минимум 5000 теңгеге, оны кабинетіңізді белсенділеріңіз, активация, верификация, заказ қойдыңыз, заказды бірден төледіңіз. Төлегеннен кейін сіздің астыңызға адам тіркеуге доступ ашылады. Бір адам тіркеді, олар да сіздің іс-әрекетіңізді қайталады. Тағы бір адам тіркеді, сіздің наставнигіңіз, ол да сіздің іс-әрекетіңізді қайталады. Активация, верификация, заказ, оплата. Сосын сіз рекрутингтің уже қыр-сырын ұғына бастадыңыз, адамдар шақыруды үйрене бастадыңыз, алғашқы тапсырмаларды орындай бастадыңыз, обучающий сайтты көре отырып. Сіз аласыз да наставнигіңізге айтасыз. Мен бір партнер тіркегім келеді дейсіз. Ол кісі сізге осы ветка, осы бұтақта кім әзірше последний болып тұр, мысалы, Айгүл есімді адам последний болып тұрса, осы кісінің данный сізге жібереді. Сіз өз кабинетіңізден осы кісінің астына өзіңіздің шақырған, мысалы, Гүлнұр есімді адамды тіркейсіз. Гүлнұрде тура осы сіздің іс-әрекетті қайтады. Минимум 5000 теңгеге, я болмаса бірден 50 бонус балға, я болмаса 40 бонус балға заказ қояды. Міне осылай сіздің командаңыз ұлғай отырады. Сіз тіркейсіз, сіздің партнерлеріңіз тіркейді, бірінің астына бірін. Енді қараңыз. Сіз жеке өзіңізде минимум 5 тіркелім болды. Гүлнұрды тіркедіңіз, оның астынан мысалы Айнұрды тіркедіңіз, тағы бір адам келді, тағы 5 адам өзіңіз жеке тіркедіңіз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс. 5 адам тіркедіңіз. Енді сіз өзіңіздің екінші веткаңызды ашуға сіздің мүмкіндігіңіз ашылады. Міне, бірінші ветканы, сосын енді екінші ветка. Екінші веткаға, мысалы, біреуді тіркедіңіз, Біржан оның аты. Мысалы, Біржанның астына тура осындай әдіспенен, тура осындай тәртіппенен басқа адамдарды тіркей бересіз. Міне сізде уже 2 ветка болды. Осы енді қараңыз. Сізде келесі адамдарды 50-50 деген пайызбенен, яғни күніне 2 регистрация. Сізде мысалы, біреуін мына веткаға, біреуін мына веткаға, біреуін мына веткаға, біреуін мына веткаға. Кезекпе-кезек лақтырып отырасыз. Өзіңіз білесіз, мына директор званиесіне жету үшін мына жақта 1500 бонус балл құрып, мына жақта 1500 бонус балл құруға тырысуыңызға болады. Оның барлығын наставнигіңізбен ақылдаса отырып істеуіңізге әбден болады. Яғни, сіздің командаңыздың тауар айналымы, мысалы, мына веткада
допустим 2000 бонус балды құраса, мына сіздің астыңыздан сіздің 50 бонус балл плюс 3900 2000 нет 1950 бонус балл болса, плюс сіздің 50 бонус балыңыз 2000 бонус балл болды. Мына жақта 1000 бонус балл жинадыңыз. Итого сізде міне мына жақта 2000 бонус балл жинасаңыз, мысалға, мына жақта 1000 бонус балл жинасаңыз, 1000 бонус балл. Итого сізде 3000 бонус балл пайда болды. Яғни сіз директор званиесін аштыңыз, 23% директор званиесін аштыңыз деген сөз. Қалай шақыру керек, қалай тіркеу керек, командамен жұмыс, командаға жетекшілік ету, мұның барлығы біздің жобаның Faberlic онлайн деген жобаның сайтында, обучающий сайтына сіздің наставнигіңіз доступ береді. Сол тапсырмаларды орындай отыра үйреніп алуыңызға әбден болады. Барлығы сіз сияқты нөлден бастайтынын ұмытпаңыз.